Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ПП вафли дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, айран, ұн, үкіштен өткізілген алма және разрыхительный тесто. Алдымен жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі масса болғанша. Одан кейін айранды құйып, екеуін бірге тағы да араластырамыз жақсылап. Бұл вафлиді енді прикорм бастап жатқан балаларға берсе болады. Ешқандай зиянсыз, без глютена вафлилер бұл. Одан кейін үкіштен өткізілген алманы немесе сіздер банан да қосуға болады орнына. Кішкене езіп біркелкі болғанша араластырамыз бұны да. Онды саламыз. Менде күрішіні бұл. Кішкене қоюлана бастайды. Одан кейін қалауларыңыз бойынша кішкене шым-шым қант қосуға болады. Мен кішкене дәмі кірсін деп азырақ қант қостым. Қоспасаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, жарты шай қасық разрыхительный тесто қосамыз. Вафлилер кішкене көтерілу үшін. Мұнда мен көз мөлшерімен салдым. Сіздер жарты шай қасық салсаңыздар болады. Біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып, енді вафлицамызды алдымен қыздырып аламыз. Сосын бір үлкен ас қасықтан құямыз. Мен мұнда аз-аздан құйдым, өйткені балаларға жеуге ыңғайлы болу үшін. Осындай қып-қызыл әдемі дәмді вафлилер шығады. Арасы піскенше өздеріңіздің вафлицаларыңызға қарай ұстайсыздар. Жасап көріңіздер, пікір қалдырыңыздар.